Еліміздің ақ халаттылары биыл тұмауға қарсы вакцина егу шараларын ерте бастады. Екібастұз қалалық 2-ші емхана дәрігерлері қыркүйектің 7-сінен бастап вакцинация жүргізуде. Елімізде осы пандемиялық жағдайға байланысты тұмауға қарсы екпені биылғы жылы біз бастап кеттік, іс-шаралар басталды. Біздің емханамызда 7-ші қыркүйектен бастап 15-ші қазанға дейін жалғасуда. Дәрігердің айтуынша, биылғы жылы 2-ші емхана емделушілерінің 5110-на екпе салу жоспарланған. Бүгінгі таңда тең жартысына вакцина салынды. Осы жоспарлы топқа кіретін адамдар диспансерлік есепте тұратын науқастар, 6 айдан бастап кішкентай балалар, және де жиі ауыратын балалар, бірінші, екінші жартылай жүкті әйелдер, сонымен қатар қауіп-қатер тобында істейтін медицина қызметкерлері қамтылуда. Бүгінгі күнге дейін бізде 2500 адам, яғни 50% екпемен қамтылды. Одан бөлек диспансерлік есепте тұратын бірінші топтағы мүгедектерге арнайы жасақталған топ үй жағдайында екпе салады. Вакцинация тегін әрі әркімнің өз қалауы бойынша жүргізіледі. Таңертеңгі 8-ден кешкі 6-ға дейін және демалыс күндері де біздің екпе жасайтын кабинет жұмыс істейді. Вакцинация қазанның 15-не дейін жалғасады. Инара Бенова, Василий Аваргин, арнайы жаңалықтар үшін.